Құрметті оқырман, менің тыңдаушыларым, мына келесі сұрақ. Балалардағы құрттарды, паразит гельминттерді антибиотикпен емдеуге бола ма дейді. Мен осы тарапта көптеген нәрсе айтқым келеді негізі. Біріншіден, гельминттер, құрттар, жалпы паразиттер ешқашан антибиотикпен емделмейді, өйткені олардың структурасы бөлек, олар антибиотикпен өлмейді. Екіншіден, антибиотикпен гельминт қосылған кезде ол былайша айтқанда дуэт болады да, организмдегі жалпы сорылу механизмін мүлдем құртады. Сол себепті организм жалпы ішіп жеп жатқан нәрседен қажетті нәрсесін мүлдем ала алмай қалады. Үшінші жағынан айтатын болсақ, антибиотик бізде кишечник флорада, кишечникте, ішекте қажетті флораны жойып тастайды. Ол өз кезегінде паразиттерге өте қолайлы орын табылады көбеюге. Төртінші жағынан мен сіздерге айтатын болсам, антибиотик жалпы құртпен бірге бірлескен кезде ол иммунный системаны мүлдем түсіреді да, ағзадағы жаңағы кез келген вирусқа, бактерияға, аурушаң болып келеді. Бұл бастапқы ғана айтатын тезистер. Бұл туралы жалпы ұзақ лекция айта беруге болады, ұзақ әңгіме айта беруге болады. Сол үшін паразиттерді, жалпы құрттарды дұрыс емдейік. Егер қандай да бір көмек сізге қажет болатын болса, төмендегі нөмерге хабарласыңыз.